Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Мына сүтті ешкі іздеген кісілерге өте тамаша ешкі қазір сатылымға шығуда. Альпа-нубийский ешкісі, өте жас ешкі. Бер қарашқа. Жап-жас, Россиядан келді. Міне өте тамаша ешкі. Бұл негізі 7 литрден сүт беріп тұрған ешкі Россияда. Қазіргі таңда климат ауысты, рацион жем-шөбі ауысты, сонымен сүті шамал азайған қазіргі кезде. Бірақ бір отбасына әзірге жетеді. Алла нәсіп қылса, жақсы төлдер шығарып, жақсы сүт беретін болады. Қазір енді сауып көрсетемін сіздерге. Міне қазір альпа-нубийский ешкімізді сауып бастаймыз. Алла нәсіп қылса, 2 литрлік банка көріп тұрсыздар. Бұл ешкі 7 литрден Россияда беріп тұрған, 6-7 литрден үзбей беріп тұрған ешкі. Длительность лактации дейді, яғни сауыну уақыты да өте ұзақ, жақсы, мықты ешкі, өзі де жап-жас. Желінің креплениесі барлығы өте тамаша, сүті дәмді. Себебі қанында шыдамдылық жағынан альпийский порода қосылған, и сүтінің дәмі майлылығы жағынан нубийский порода қосылған. Сонда екі жақсы, мықты, асыл тұқымды ешкілердің, породалардың қосындысынан шығып отыр. Өте тамаша ешкі. Жақсы сүтті ешкі іздеп жүрген кісілерге керемет мүмкіндік. Түркістан қаласында тұр. Кез келген өңірге салып бере аламыз. 8702 509 91 63 нөміріне хабарласыңыздар. Анау мынау лишний әңгіменің, лишний комментарийдің қажеті жоқ. Бірақ дегенмен де кез келген төрт түлік малдың өзінің қасиеті бар. Ешқайсысын жамандай алмаймыз. Бірақ дей тұрғанда 3 литрді әрең беріп атқан сиырлар да бар. Келсем, 20-25 литрлік галштейндер де бар. Бірақ бәрібірде бір сиырды жеген жем шөбін 9 ешкі жейді. Ал енді сізде осындай 9 ешкі болатын болса, сізде былайша айтқанда бір ферманың сүтін алып отырасыз. Кішігірім мини ферманың. Міне. Сауылғанда өте тамаша сауылады. Желіні жұмсақ, үрпілері кең. Міне. Кәдімгі сиыр сауып отқандай боласыздар. Мен де қазір енді банкіге сауып отқаннан кейін жерге ысырап болмасын деп, осылай бір қолмен сауып отым. Атак бұлай екі қолмен сауса өте ыңғайлы. Енді керемет ешкі. Бұл ешкі жақсы сүт беріп тұрған. Просто қазір бізде енді кез келген егерден сауынмалы ұстаған кісілер болса, қораға кәдімгі көршіңіздің қорасынан ауысса да сүт тастайды. Ал енді бұлар Россиядан келіп отыр. Сол себепті қаншама километр бар. Оның үстіне о жақта ешкілер жинап жүрген кездегі уақыт бар. Соның барлығында бәрібір стресі болады, басқасы болады. Сонымен сүтінің шамал азайғаны. Бірақ азайған көрсеткіштің өзі осындай. Қазір келген кездегі барлық витаминдерін, барлығын салып қойдық. Аллаға шүкір. Шыбым деген жарықтық тыныштық бермей жатыр. Түш. Қазір шыбым деген көп малға жыбырлатып. Бұлайынша жәндегі мінезі жоқ, тып-тыныш тұратын, өте ірі ешкі. Одан кейін тағы да айта кетейін. Дене бітімі де өте ірі, жас болса да. Одан кейін желін формасы өте тамаша. Желіні анандай сырылып кете беретін желін емес. Барлық жағынан келісті ешкі, Аллаға шүкір. Мына қазір банкымыз толып жатыр. Бұнда да ауыз мұрнына шейін шығарайын. Мына алып қалған кісілерге өте керемет мүмкіндік бұл. Себебі бұндай ешкілер деген таптыра бермейді. Бір үйді беймарал сүтпен қамтамасыз ете алады. Өздеріңіз ішіп қалғанын сата аласыздар. Жақсы жайын жасасаңыздар, жағдайын жасасаңыздар болғаны. Міне, көрдіңіздер ғой, міне ауыз мұрнына шығып тұр. Мынау 2 литрлік банка, міне. Бір рет сауып алдым. Енді қазір наны шелекке аударамдағына қайтадан сауам осыған. Міне көріңіздер, әлі де желінде сүт бар.
Міне қазір полный міне аударып тастадым. Міне қазір ішінде тек мына шыбын деген. Міне көрдіңіздер, ішінде тек міне көбігі ғана. Міне. Енді қайта сауамыз. Бұндай ешкілер көп таптыра бермейді. Жақсы ешкі іздеп жүрген кісілер болса, алып қалсаңыздар, керемет мүмкіндік. 8702 509 91 63. Бұл одан кейін сиыр малымен енді ерекшеліктерін айта кетейін. Мен сиырды жаман демеймін, бірақ дей тұрғанда қарау жағы оңайлау. Мысалы үшін әйел адам болсын, жас бала болсын, қорықпастан келіп, сауып кетіп, қарап жүре береді. Шыбындарды көріп тұрған жастар, шыбын деген қиын болып жатыр биыл. Бәрі де себебіміз кетпейді. Сиыр малы қарау қиындау болады. Оның үстіне оны 9 ай бұзауын күтесіз. Егер де мысалы үшін 2 бұзау болып төлдеп қалса, зәреміз қалмайды. Біреуін жеңге беріміз керек дейміз. Ал енді ешкі деген білесіздер, 2, 3, Алла беріп жатса, 4, 5-ден де төлдейді. Оның үстіне 5 айда төлдейді. 5 күн ары бері ойнайды. Разницасы. Сонда бір жылда қарап тұрсаңыздар, бұлар 2 ретте төлдей береді. Бірақ дегенмен де жәндегі жақсы мал ұстау үшін, денсаулығы мықты мал ұстау үшін жылына 1 рет төлдеткендеріңіз жақсы. Соның өзінде кемі 2 лақ бере қойсыншы сіздерге. Бұл сиырдың бұзауы әлі өсемін дегенше бұл ешкі малы тез жетіледі. Уже сіздің 2 лағыңыз бар, оған қоса мынау ешкінің өзі бар. Уже 3 мал сізде төлдейтін 3 мал дайын тұрады, мысалы үшін. Қарап тұрсаңыздар. Сол үшін қазақта бекер айтпаған, есің кетсе ешкі бақ дейді. Ешкі баққанда да простой ешкілерден емес, себебі сол простой ешкінің жеген жем шөбін бұлар да жейді. Осындай асыл тұқымдысынан бағыңыздар, әйтеуір ұтылмайсыздар. Қораларыңызда соған кеткен уақыттарыңыз зая кетпейді. Әйтеуір өзінің пайдасын алып келеді. Мына көрдіңіздер ма, желіні өте таза. Анандай ет желін, ондай емес. Мына, қазір мынандай болды тағы да. Көрдіңіздер ғой, Жәнде бір банкыны аудардым. Мына екінші банкымыз. Екінші банкы толған жоқ. Көріп тұрсыздар, мына жерден болып тұр, толған жоқ. Қазір ешкінің өзін көрсетемін. Мына ешкінің өзі қазір мына желіні, жәндегі дәу желіні деген кәдімгідей босады да қалды. Мына өте тамаша ешкі. Көрдіңіздер ма? Машалла, өте әдемі. Шыбын тыныштық білмей жатыр. Айтсам, мынаны вообще босатып тастауға болады. Мына жақсылап массаждап босатып тастауға болады. Міне өте ірі ешкі. Көріп тұрсаңыздар, 8702 509 91 63 нөміріне хабарласыңыздар. Кез келген өңірге жібере аламыз.